Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде физика 7-ші сынып 5-те 4-ші жаттығу. Біріншісін қарайық. Массасы 100 кг дене 10 метр биіктіктен биіктігі 3 метр үйдің төбесінен құлап түсті. Ауырлық күшінің істеген жұмысы қандай дейді. Ал шығарайық балалар. Ал балалар, мен берілген жазып алдым. Бізде жаңа массамыз 100 кг тең болды. H1-міз 10 метрге, H2-міз 3 метрге тең болды. Бізге табу керек жұмысты. Жұмысты табу үшін біз потенциалдық энергияларды бір-бірінен азайтамыз. Бұл жерде потенциалдық энергия деп отырғанымыз, ол біздің mgh1 и потенциалдық энергия 2 бұл mgh2-ге тең. Енді G деп отырғанымыз тұрақты мән, яғни 9,8 H бөлінген килограммға тең, немесе дөңгелектеп 10 деп алсақ болады. Енді қарайық, жұмысымыз сонда біздің тең болады. Бұл жерде потенциалдық энергиялардың өзгерісіне тең болады, яғни өзгеріс деген мына үш бұрышты береді. Потенциалдық энергия, ол бізде потенциалдық энергияның номері 1. Осы екеуінің азайтындысы, ол бізде потенциалдық энергияның өзгерісі, яғни ол жұмысқа тең деп алдық. Енді осы жерден біз орнына қойып шығайық. Мына формулаға А тең болады бізде. Потенциалдық энергия бірінші формуласы мына формула. mgh1 массамыз біздің 100 кг тең, көбейту G-міз біздің 9,8-ге тең. H1-міз бізде қаншаға тең? 10-ға тең болып тұр, 10 метрге. Минус, мына жерде потенциалдық 2, яғни mgh2. Бізде массамыз 100 кг тең, көбейтеміз G бізде тұрақты мән 9,8, көбейтеміз H2-міз бізде 3-ге тең. Тең жазайық. Бізде 100-ді 9,8-ге көбейтіп, оны 10-ға көбейткен кезде бізде 9800 джоуль шығады. Минус 100-ді 9,8-ге көбейтіп, оны 3-ге көбейткен кезде бізде 2940 джоуль шығады. Тең арай шығарайық. Бізде 9800-ден 2940 талған кезде 6860 джоуль шығады. Егер де осы мәнді килоджоулға айналдыратын болсақ, біз бұны мыңға бөлеміз. Сонда 6,186 килоджоуль шығады. Енді екіншісіне келейік. Екіншісімен берілген жазып алдым. Бізде H1-міз 800 метр, H2-міз 5 метр, массамыз 0,5 кг. Бұл жерде потенциалдық энергиялар табу керек болады. Потенциалдық энергияларымыз бізге белгілі, мына есепке ұқсас. Енді жазайық. Потенциалдық энергия 1-міз біздің тең болады mgh1-ге. Потенциалдық энергиямыз 2 тең mgh2-ге. Енді осы орнына қояйық. Потенциалдық энергия 1-міз тең болады. Мына жерде mgh1-ге деді қой. Бізде массамыз 0,5 кг тең. G-міз біздің тұрақты мән 9,8, H1-міз біздің 800 метрге тең. Тең болады. Енді салып көрейік. Көбейтіп көрейік. 0,5-ті 9,8-ге көбейтсек, одан шыққан санды 800-ге көбейтсек, бізде 3920 джоуль шығады. Енді потенциал 2-ні табатын болсақ, бұл жерде массамыз біздің 0,5 кг, көбейтем 9,8-ге, көбейтем биіктігіміз бізде 5 метр. 0,5-ні 9,8-ге көбейтіп, оны 5-ге көбейткен кезде бізде 24,5 джоуль шығады. 3920-ны килоджоулға айналдыратын болсақ, мыңға бөлем, сонда 3,9 килоджоуль шығады. Балалар. Сонда бізде жауабы потенциалдық энергия 1 бізде 3,9 килоджоулға тең. Ал потенциалдық энергия 2 бізде 24,5 килоджоулға тең болады. Балалар. Мына жерде қарасаңыздар, үшінші есеп берілген. Мен берілген жазып алдым.
биіктігі берген, көлем берген, уақыты берілген, Е потенциалдық энергияны табу керек бізге. Енді Е потенциалдық энергияны табу үшін біз Е потенциал, бұл бізде mgh-ға тең. mgh-ға тең, бізде массамыз берілмеген, сол себепте масса бізге тең болады. Мына жағына жазайын, масса бізге тең болады ро көбейтілген көлемге. Мына ро бізде тығыздық. Яғни бұл жерде біз судың тығыздығын аламыз. Судың тығыздығы 1000-ға тең, балалар. Сонда формула былай болады: Е потенциалдық энергия массаның орнына ро В көбейтілген G көбейтілген H тең. Роның орнына бізде 275 метр көбейтілген В-ның орнына 155 метр куб көбейтілген G бізде қаншаға тең? 9,8-ге тең. Көбейтеміз. Балалар, мен мына жерде орындарын шатастырып жібердім ау деймін. Жарайды. Мына жердегі роның орнына 1000 деп алуым керек еді. Мына жерге жазайын, жарай ма? 1000 деп. Так, мен жаздым. Ро GH, H-тың мәнін жаздым. 155 көлемді жаздым. 9,5. Я, менде H пен роның орындары ауысып кетті. Еш нәрсе етпейді. Көбейтіндісін шығарып, бөлген кезде қанша шығады бізде? Шығарғанда 417 миллион 725 мың шығады екен. Бұны біз қазір мегаджоулға айналдыратын болсақ, миллионға бөлеміз. Сол кезде ол бізде шығады 417,7 мегаджоул шығады. Жауабы сонда тең болады. И потенциалдық энергия бізде 417,7 мегаджоул болады. Балалар? Ал келесі 4-ші есепті шығарамыз қазір. Балалар, 4-ші есепте берілген оқиық. Дененің жер және ай беттерінен бірдей биіктіктегі потенциалдық энергиялары бірдей бола ма дейді. Ал шығарайық. Бұл жерде массалары бірдей деп тұр, яғни масса айдікі және масса жердікі бірдей. Яғни өзіңіздің қалаған саныңыз жасаңыз болады. Мүмкін бірді, мүмкін екіні. Біз бірді алып көрейік, 1 килограммға дейік. Одан кейін бұл жерде H ай мен жердікі бірдей дейді. Бұл жерде де 1 метр деп алайық. Яғни бұл жерде G-дің мәні, еркін түсу үдеуінің мәні айда 1,6 H бөлінген ньютон бөлінген килограмм. Ал жердің еркін түсу үдеуінің мәні бұл 9,8 ньютон бөлінген килограммға тең. Бізге табу керек нені? Е потенциалдық энергия айдікі, Е потенциалдық энергия жердікін табу керек біз. Айдікі, Е потенциалдық энергия жердікін табуымыз керек. Ол үшін біз қай формуланы пайдаланамыз? Әрине, Е потенциалдық энергия ол бізде mgh-ға тең. Осы жерден біз Е потенциалдық энергия айдікін табу үшін ma деген G көбейтілген H айдікін аламыз. Е потенциалдық энергия жердікін табу үшін біз масса жердікін көбейтілген H биіктік жердікін аламыз. Енді бірінші шығарайық. Айдікін алайық. Е потенциалдық айдікін алатын болсақ, бізде массамыз 1 килограммға тең. Көбейтеміз. G бізде 1,6 H бөлінген килограмм. Көбейтеміз. H биіктік бізде 1 метрге тең деп алдық. Сонда 1 килограмм 1,6, оны 1-ге өтеміз. Сонда 1,6 джоул шығады. Одан кейін Е потенциалдық жердікін алайық. Жерде бізде масса бізде 1 килограммға тең. Көбейтеміз. G бізде 9,8 ньютон бөлінген килограммға тең. Көбейтілген H-ымыз бізде 1 метрге тең. Тең болады 9,8 джоулға тең болады. Енді қарайық. Енді осы 9,8-ді 1,6-ға бөлетін болсақ, ол жерде 6,125 шығады. Яғни айырмашылығы 6 есе.
Яғни жауабы бұл жерде потенциялық энергиялары ай мен жердікі бірдей емес. Яғни айға қарағанда жердің мәні, потенциялық энергиясы 6 есе үлкен, иә? Жазып қояйық. Жауабы потенциялық энергиялары бірдей емес. Жердің потенциялық энергиясы, мен қысқартып жазайын, иә, балалар? Потенциялық энергиясы айдың потенциялық энергиясына қарағанда 6 есе үлкен. Иә, балалар? Балалар, енді бізде 5-ші есепті оқып қарайық. Қатаңдығы 2/10-5 дәрежесі ньютон бөлінген метр серппе серпімділік күшінің әрекетімен 3 сантиметрге ұзарады дейді. Созылған серіппенің потенциялық энергиясы қандай дейді. Балалар, мен уже берілген жазып алдым, қатаңдығын жаздым. Ол жерде 3 сантиметр берілді. Енді бізге потенциялық энергияны табу алуымыз керек. Естеріңде бар ма? Потенциялық энергияны табу үшін мына формуланы пайдаланамыз. Тең kx квадрат бөлінген 2. Осы формуламен шығарамыз, иә? Былай теңдігін жазып шығара берейін. Бізде қатаңдығы 2 көбейтілген 10-ның 5 дәрежесі ньютон бөлінген метр көбейтілген. X-ның орнына бізде 3 сантиметр, иә? 3 көбейтілген 10-ның -2 дәрежесі метр. Бұның квадраты астына 2 тең болады. Мұна 2 мен 2 қысқарып кетеді. Сонда 10-ның 5 дәрежесі ньютон бөлінген метр көбейтілген 3-тің квадраты бізде 9 көбейтілген 10-ның -4 дәрежесі тең болады. Иә, мына жерде 9 көбейтілген 10-ның, мына жерде +5, -4 1 дәрежесі болады. Тең 9-ды 10-ға көбейтсеңіз 90 джоуль шығады. 5-ші есептің жауабы потенциялық энергия бізде тең болады 90 джоулға. 6-сын шығарайық. 6-шы есепте бізге 250 ньютон серпімділік күшінің әрекетінен серіппе 30 сантиметрге ұзарады. Серіппенің потенциялық энергиясын және осы күштің жұмысын табыңдар. Егер осы күштің әрекетінен серіппе тағы да 20 сантиметр созылса, онда оның потенциялық энергиясы қандай болады? Потенциалдық энергияны өзгерту үшін қанша жұмыс жасалады дейді. Ал шығарайық. Балалар, мен 6-шы есептің берілген жазым. Бұл жерде серпімділік күші 250 ньютонға тең, яғни x біріміз 30 сантиметр, оны 100-ге бөліп алғанда 0,3 метрден, иә? X екіміз тоже 20 сантиметр, 100-ге бөліп алғанда 0,2 метр, иә? Бізге А1 жұмысын, потенциалдық энергияны табуымыз керек. А2 және А1-лерін салыстырамыз, иә? Мына жерде табамыз, то есть. Енді жазайық. Өздерің білетіндей, бізде жұмыс пен потенциалдық энергия олар тең, иә? Потенциалдық энергия тең. Бұл жерде мына формулаға саламыз. Kx квадрат бөлінген 2 тең. Мынаны былай деп алсақ болады. Бұл жерде бізде k жоқ қой. Kx квадрат көбейтілген x деп алсақ болады, бөлінген 2. Енді мына жерде серпімділік күшін алайық. F серпімділік күші тең болады kx-ге. Е? Осындай формуласы бар, қарап көріңіздер, естіліп көрмеген болсаңыздар. Енді мына жерге орнына қояйық. А1 тең болады потенциялық энергия тең F серпімділік күші көбейтілген x-ге. Сонымен бөлінген 2. Енді осы жерден А1-ді тауып алайық. Потенциалдық А1 мен потенциалдық энергия, яғни тең деп алдық қой. Осы жерден тауып алайық. Тең болады. Тең. Бізде серпімділік күші бізде 250 ньютонға тең болды жаңа. Көбейтеміз. Бастапқыда бізде x-іміз 0,3-ге тең, метрге тең, бөлінген 2, е? Так, 250 ньютонды 0,3-ге көбейтіп,
оны 2-ге бөлген кезде бізде 37,5 джоуль шықты. Енді А2 тең болады. Потенциал 2 тең. Бұл жерде тоже міне серпімділік күші бізде 250 ньютон көбейтілген. Мына жерде x бар. Неге x2 алған кезде неге 0,2 деп айтуларыңыз мүмкін. Ол жерде жаңа берілген оқысаңыздар 30 сантиметр болды. Одан кейін тағы да 20 сантиметрге деген деп көрсетілген берілгенде. Яғни ол кезде біз 0,13 пен 0,12-ні қосамыз. 0,15 метр бөлінген 2 тең болады. 250-ді 0,15-ге көбейтіп, оны 2-ге бөлген кезде бізде 62,5 джоуль шықты. Сонда жауабы біздің жұмысымыз бен потенциалдық энергияларымыз бір. Сол себептен А1 тең болды 37,5 джоуль. А2-міз тең болды. Сонда 62,5 джоуль. Келесін шарайық 7-ші есепті. Бізде 7-ші есептің берілгенде серіппені 6 сантиметрге созғанда оның потенциалдық энергиясы 180 джоуль болды дейді. Серіппенің қатаңдығы қандай дейді. Шарайық. Балалар, мен уже берілгенін жазып алдым. Біз жаңа шығарып жатқан есептерімізде қарасаңыздар, потенциалдық энергияның өрнегін былай деп алды, kx квадрат бөлінген 2. Енді осы жерден біз қатаңдықты алатын болсақ, қатаңдық тең 2 көбейтілген потенциалдық энергияны бөлеміз x квадратқа. X квадратқа, то есть k-ны табу үшін. Тең, арғай мен сразу жазып кете берейін, 2 көбейтілген 180 джоуль. Астында біздің 6 көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесінің квадраты тең. 2-ні біз 180 көбейтетімізді 360 джоуль. Бөлімдісінде 6-ның квадраты бізде 36 көбейтеміз. Минус 2 дәреженің квадраттағында минус 4 болады. Тең. Мына жерде 360 пен 36-ны қысқартып тастаймыз. 36-ға бірден. 36-ға бөлген кезде екеуде 36-ға бөлінеді. 360-ға 36-ның мына жерде сіздерге түсіндірем деп әні. 360-36-ға бөлгенде 10-нан, 36-ға бірден түседі. Енді үстінде 10 қалды, астында 10-ның минус 4 дәрежесі қалды. Енді мына 10-ның үстінде 1 дәреже бар деген сөз. Бұлай жазып көрсетейін сіздерге. 10-ның 1 дәрежесі астындағы минус 2 дәрежені аламыз бір-бірінен. Минус астында минус 4 тең болады. Сонда 10-ның минус пен минус плюске айналады. Сонда 1-ді 4-ке қосқанда 5 дәреже болады. 10-ның 5 дәрежесі болады. Сонда 7-шінің жауабы бізде қатаңдығы бізде 10-ның 5 дәрежесіне тең болды. Міне балалар, жауабы шықты. Егер де арнам сізге қызықты болса, алла уақыты осындай есептерді толық нұсқасын көргіңіз келсе, арнама тіркеліп жазылып қойыңыз. Сізді арнамнан көргеніме өте қуаныштымын. Менімен бірге үздік болыңыз. Мен сізге сенімдімін. Сіздің қолыңыздан бәрі келеді. Алдағы видеоларда кездескенше сау сәлеметте болыңыз.